Прикиньте, Майкл Джексон мен сияқты күнде арман мақсаттарын күнделікке жазып отырыпты. Жақында Майкл Джексон туралы фильмге бардым, шыққанына ол давно шығып кеткен, бірақ мен енді барып тұрмын. Шынымды айтсам, өте қатты шабыт алдым. Маған ең қызық болған оның таланты емес, оның ойлау жүйесі болды. Ол тек еңбек етіп қана қоймаған, өзімен көп уақыт өткізген, күнделік жасаған, визуализация жасаған, күн сайын аффирмациялар айтқан екен. Тіпті Майкл Джексонның фразасы "не нәрсеге сенсең, сен соған айналасың" деген. Фильмде маған қатты ұнаған бір сөз болды. Мен оны анық көріп тұрмын. Егер сен оны көре алсаң, оған жете аласың. Ал мен анық көрем деп айтқан. Прикиньте. Сол кезде мен бір нәрсені түсіндім. Майкл Джексон ешқашан әлемнің сен ұлысың, сен звездасың деген признаниясын күткен жоқ. Ол ең алдымен өзіне сенді. Сондықтан оның ойлауы да әрекеті де өзін болашақтағы Майкл Джексон сияқты ұстайтын. Ол жетістікке жеткеннен кейін емес, жетістікке дейін өзін сол адам ретінде көрді. Меніңше біз де көбіне осыны ұмытып кетеміз. Армандаған өмір алдымен өзіңнің санаңда басталады. Нені ойлайтыныңнан, нені армандайтыныңнан, өзіңмен қалай сөйлесетініңнен. Айтпақшы, мен де бірнеше жылдан бері осылай күнде өзімнің арман мақсаттарымды күнделікке жазамын, және осы уақытқа дейін мен өте көп армандаған заттарым өмірге айналып келе жатыр. Сондықтан да бұл фильмді көруге міндетті түрде кеңес беремін. Өте супер фильм.